Ескендірдің дүниеден өтуі. Қайтыс боларында Ескендір уәзірлерін жиып, мен бүкіл дүниені биледім, зұлымды тыйып, ізгінің жолын ашпақ болдым, алайда арманыма жете алмадым. Ертең мен өлгенде бір қолым жоғары созылып қарысып қалады, біреу келіп бұл жұмбақты шешкенше түспейді. Қолымның қарысқаны жазылып түспейінше жерлемеңдер, деп өсиет айтады. Ескендір дүниеден өтеді. Расында да оның бір қолы тік шаншылып қарысып қалды. Уәзірлер мұның шешімін таппай әлек болады. Білгір ғалымдар, даналар жиналып таба алмады. Сол кезде бір қойшы бала келіп, «Ау ағалар, даналар, мұның сырын мен айтайын», деді. Бәрі миығынан күліп, «Әй бала, қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап жүре берсейші, саған не жоқ», деп мазақ етті. Көп ішінен бір қарт шығып, «Ақыл жастан, асыл тастан деген, кәне балам, бағыңды сынап көр», деді. Сонда бала, «Ол кісі жалғанды жалпағынан басқан патша едім, атақтан қисапсыз байлық менікі еді. Қараңдар, сонша дәулеттен ақиретке не алып бара жатырмын, деп жатыр», деді. Солақ екен сірескен қол сылқ етіп төмен түсті. Қойшы балаға Құдайдың назары түсіп, ол ғұламаға айналады. Бұл қойшы Ұлықпан хакім екен.